Адам қашан өлетінін білсе, онда өмірінің мәні қалмас еді. Бұл менің сөзім емес. Бірақ кинода кейбір кейіпкерлер қашан өлетінін біліп жатады. Мысалы үшін, менің өмірімдегі Боб Джонс, сүйікті қарашадағы Сара Дивер. Әрине, бұл автордың идеясы. Енді осы идея сізбен бізді қобалжытып, жанымызды иненің ұшына байлау үшін жетіп жатыр. Ассалаумағалейкум, бұл жақсы кино. Менің атым Жандос. Менің бүгінгі көп сөзім тағы әке мен бала тақырыбына арналып отыр. Бірақ бұның жайы басқа. Сіз енді жылайсыз. Жылағанда да көл болып жылайсыз. Менің әкем, менің ұлым киносы 2005 жылы түсірілген. Сценарийін жазған және режиссері Чаган Ырмак деген түрік жігіті. Байқағаныңыздай фильм Түркияның өнімі. Басты рөлдерде Фикрет Кускан, Четин Текендер және Хумейра деген өнер иелері. Бұл киноны ұмытпасам 2007 жылы Нұралы досым екеуміз көргенбіз. Мен сонда киноның сондай бір ғажап дүние екеніне тағы бір көз жеткізгем, себебі біз оны түпнұсқа түрік тілінде көрдік. Анадолылық ағайынның бір сөзін түсінбедік. Ал киноны түсіндік. Кино ең бірінші кезекте қимыл қозғалыс. Яғни сіз оны ешқандай сөзсіз ақ түсінуіңіз керек. Бұл Чаплиннің талабы. Енді Чаплин бір нәрсені біліп айтқан ғой. Хусейн қарт баласы Садықты оқуға өзі жіберген. Бірақ оның талап басқа еді. Білім алып кел, сосын мына мұраға иелік ет, шаруашылықты жүргіз, маған ұқса, менің разылығымды ал. Енді кәдімгі тұрмыстық консервативтік көзқарас қой. Ал Садық әкесін тыңдамады, ол саясатқа араласты. Қайдағы бір солшылдардың сойылын соқты. Қысқасы әкенің сөзін аттады. Адам өзінің белінен шыққан басқа бір адамды өзіне ұқсатқысы келеді. Былайынша айта береді енді, балам маған ұқсамасын, мен енді жақсы болсын деп. Енді адамға бәрібір эгоистік қасиеттен ғой, түбі ол баланың өзіне ұқсағанын тіпті аумай қалғанын іштей қалап тұрады. Бізге біреу балаң өзіңе ұқсамапты десе, шамырқанып қалатынымыз содан. Біздің жолымыздың болмай жатуының себебі көп қой енді. Түрлі факторларға сүйенеміз, айтамыз. Бірақ менімше соның ең үлкені, және сол бірегейі тәкаппарлық болуы мүмкін. Өйткені адам көп жағдайда жақындарына қатысты тәкаппарлық қылады екен. Байқап қарасаңыз, қалада миллиондар тұрады. Бірақ біз сол миллиондардың арасындағы 4-5 туысқандарымызды тауып алып, сол туысқандарымызбен ренжісіп, ұрысып жүреміз. Өзі кешірім сұрасын, өзі келсін деп тәкаппарланамыз. Енді біздің кейіпкеріміз Садық әкенің айтқанына құлақ аспаған. Сөйтіп Хусейн баласына өлердей ренжіген. Баласы тәкаппарланып кешірімді сұраған жоқ. Сөйтіп әке оны жоққа санады. Арада аттай 7 жыл өтті, өмір өзгерді, түсінік өзгерді. Садық ауылға қайтты. Жалғыз емес, енді баласымен қайтты. Бірақ қарғыс қалды. Қарғыс ол өміршің. Sen benim dedem misin? Кино адамдардың сезімін қытықтайтын ең ұзақ әрі ең ауқымды өнер саласы. Жақсы фильм дегеніміз сарт-сұр төбелес пен $миллион спецэффектілер ғана емес, ол күнделікті бір сыдырғы оқиғалар да болуы мүмкін. Айналада түрлі өмірлер өтіп жатыр, фактілер көп. Бірақ Александр Наумовичтің айтуынша фактілер ештеңе емес. Ол ешқандай салмаққа емес. Ең бастысы сол фактілерді, детальдарды ойнату. Енді оны қалай ойнатады, ол режиссердің бас ауруы. Режиссер Чаган Ырмак отбасылық қарым-қатынастарды барынша әдемі суреттеген менің талғамымда. Трактор айдайтын апа, өзара рациямен сөйлесетін туыстар, бір қызық шешімдер бар фильмде. Пикник, жүзімдік, кешкі дастархан басына жиналып алып жарыса сөйлесетін, жаңағы дабырасып отыратын ағайындар. Бұның бәрі түрік ауылының фонына өзгеше бір жылылық пен ауыл байлық сыйлайды. Мен жалпы ауыл байлықты бір керемет статус деп санаймын. Өйткені ауыл байлық қазір белгілі бір дәрежеде ностальгияға айналып бара жатқан секілді. Oğlum ittiri be. Bak Salim. Hadi kızım ittir. Bak nereye koşuyor, kendini ittiriyor. Hüseyin. Hüseyin. Gel buraya kopartacağım. Gel bakayım buraya. Bakacağım bak ben sana. Tut kız. Tutuyorum abla. Bismillahirrahmanirrahim. Менің болмысым ауылбай. Ал егер сіз де сол мен секілді ауылда өскен қазақ болсаңыз, онда Чаган Ырмактың бұл киносы сізге де жақын. Енді өмір болған соң туыс жақында ренжіседі, өкпелейді. Бірақ ол ұзақ мерзімді тәкаппарлыққа жол ашса, онда ол екі тарапқа да жақсы болмайтыны белгілі. Енді сіз бұл киноны көріңіз, көңілге түйіңіз, ойланыңыз, туыс жақындарыңызды, әкеңізді, анаңызды бір есіңізге алып қойыңыз, хабарласып қойыңыз. Бүгінге осы менің видеоблогыммен бөлісіңіз, лайк басыңыз. Ең бастысы жақсы кино көріңіз.